көжегім. Торғай ертегісі. Ертеде бір шал мен кемпір өмір сүріпті. Олардың Торғай есімді кішкентай ғана құсы болыпты. Торғай өте ақылды әрі батыл болып өседі екен. Шал мен кемпірдің баласы болмағандықтан, оны өз баласындай жақсы көріпті. Әр таң сайын олар Торғайды еркелетіп, жем беріп, қанаттарын сипап, батасын беріп отырады екен. Бір күні шал мен кемпір қатты ауырып төсек тартып қалады. Торғай болса, оларды көріп жаны ашып, көмектесуді ойлайды. Ауылдың ортасындағы үлкен бәйтерек түбінде самұрық құсы өмір сүретінін естіп, одан көмек сұрауға бел болады. Самұрық құс барлық ауруды емдейтін шөптерді білет деген аңыз болған екен. Торғай қанаттарын қағып, ұзақ сапарға аттанады. Жолда жел, күн, жаңбыр оның қанаттарын шаршатып, оны түрлі қиындықтарға тап қылады. Бірақ шал мен кемпірді аман қалдыру үшін ол тоқтамастан ұша береді. Күндердің күнінде Торғай бәйтерекке жетеді. Ол самұрық құсты іздеп, оған шал мен кемпірдің жағдайын айтып береді. Самұрық Торғайдың батылдығына тәнті болып, оған ем болатын ғажайып шөптің дәнін береді де, бұл дәнді шал мен кемпірдің ошағына жақын жерге егесін. Бірнеше күннен кейін бұл шөп оларды емдеп, оларға өмір сыйлайды дейді. Торғай шөптің дәнін алып, ауылға қайтып оралады. Шал мен кемпірдің үйіне жетіп, сол дәнді олардың үйінің маңайына егеді. Бірнеше күн өткен соң, дәннен әдемі шөп өсіп шығады. Және шал мен кемпір сол шөптің арқасында сауығып кетеді. Содан бері ауыл тұрғындары Торғайды батылдық пен адалдықтың символ ретінде құрметтепті. Ал шал мен кемпір болса Торғайды өз баласындай жақсы көріп, әр күн сайын оған рахмет айтып, оған арнап дастархан жайып отырады екен.